Сәлеметсіздер ме? Әлеуметтік желі қолданушылары. Мен Каримова Карина, экскурсия жетекшісі. Бүгін біз Сарайшық музей қорығының даму белестеріне арналған жаңа бағдарламамызды бастаймыз. Қазіргі біз тұрған жер үлкен тарихтың бастамасы. Артымызда тұрған бұл ескі ғимарат алғаш Сарайшық орта мектебі болған. 1963 жылы осы мектепте тарих пәнінен сабақ берген Мұсажап Намазғалиев мектептің бір бөлмесін музейге айналдырды. Музейдегі жәдігерлер толықтырғаннан кейін бұрын артымызда орналасқан тәжірибе станциясының 3 қабатты кеңсесінің бір бөлмесіне көшірілді. Мұсажап Намазғалиев музей директоры болды. Кейін бұл музейіміз 1971 жылы Гурьев облыстық тарихи-өлкетану музейінің филиалы болып, Сарайшық тарихи-өлкетану ауылдық музейі болып қайта құрылды. Белгілі өлкетанушы, тарихшы, өнер қайраткері Қуанғали Қаштелі Жұмалиевта хан ордалы Сарайшық музей қорығының құрылуына себепкер болды. Музей қорықтың қарқынды жұмыс жасауына, насихаттауына Бердімұратов Молдаш та зор үлес қосты. Орта ғасырлық Сарайшық музей қорығының зерттеліп қорғалуына, қала тарихынан баян ететін музей қорық болып қалыптасуына көптеген ел азаматтарын да сіңірген еңбегі зор болатын. Осыған орай музей қорық осы азаматтардың еңбегін елеп, атқарған істеріне шолу жасамақ.